Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Облысымыздың барлық аумағында мектептер дәстүрлі оқу форматына көшкен болатын. Қазіргі таңда осыған байланысты көптеген іс-шаралар ұйымдастырылуда. Сондай іс-шаралардың бірі Тұрар Рысқұлов ауданында да өткізілуі жоспарға қойылған. Толығырақ тілшіміз Бақтияр Дидарлы баяндамақ. Армағайын, қай кезде болмасын қоғамда жастардың алатын орны ерекше. Мемлекетіміз өскелең ұрпақтың дамуына, бәсекеге қабілетті болуына егемендік алғалы бері көңіл бөліп келеді. Осы ретте ұстаздардың алатын орны туралы да айта кетуді жөн санап отыр. Біз бүгін Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылында орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы шағын орталықты орта мектебіне ат басын бұрдық. Дайрабаева Шолпан Еркетайқызы басшылық ететін білім ошағында 60 ұстаз қызмет атқарса, 339 оқушы білім алуда. Бүгінгі репортажымыз ұстаздар мен оқушылар арасындағы заманауи жас маман атты байқауы туралы болмақ. Байқауға қатысушы ұстаздар мен шәкірттеріміз қызу дайындық үстінде. Мен Жеңісова Наргиза Бақтиярқызы, Шоқан Уәлиханов атындағы шағын орталықта орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Ағылшын түрік тілі мамандығын қызыл дипломмен тәмамдадым. Арман қуып қала кезбей, өзінің кіндік тамған жер Құлан жерінде 95 жылдық тарихы бар Құлан ауыл шаруашылығы колледжінде өзінің мұғалімдік тәжірибемді бастадым. Жас ұрпақты тәрбиелеу және оларға білім беру менің басты міндетім деп ойлаймын. Бүгінгі жарыста тәжірибем мен білімді ұштастыра отырып, сіздерге жақсы жұмыс көрсетеміз деп ойлаймын. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы шағын орталықты орта мектебінің 10 сынып оқушысы Елемес Семетқызы. Бүгінгі заманауи жас маман сайысына жетекшімен бірге қатысып отырып, білім мен тәжірибені ұштастырып топтық жұмыс көрсеткім келді. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан деп Абай атамыз айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушының болашақ артықазығы. Жақсы ұстазға кезігіп, тәлім тәрбие алған шәкірт өмір майданында мойымай, болашақ жолдарда бағытын таймасақ. Арнамызға келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Амандықта жолығайық ағайын.